Саған сұрақ, Құдай жоқ деген сенімге қалай келдің? Құдай жоқ деген сеніміміз ол. Жарайды, сондай ойға қалай келдің? Ойланып келдім. Ойланып, жақсы. Құдайдың бар екеніне дәлел көп та, жоқ екеніне дәлел жоқ. Сен қалай дәлелдейсің жоқ екенін? Бар екенінің ең мықты дәлелін айтшы маған. Так, жақсы. Кеудеңде жаның бар ма? Жан деген не ол? Жан деген сен қалай ойлайсың? Менде жан деген нәрсе жоқ. Онда қалай сен өмір сүріп жатсың? Ағзаларың жұмыс істеп тұрған соң өмір сүріп жатсың ғой? Жақсы, ол бір күні істемей қалуы мүмкін да. Сол кезде жаны шығып кетеді. Сол кезде қайда барады деп ойлайсың? Жаның шығып кетеді деген, жан деген нәрсені қаяқтан қосып отырсыңдар? Ағзаң істеп тұр, сен барсың, істемей қалды, сен жоқсың. Жанды қаяқтан қосып отырсыңдар оған? Так, қатып қалды. Жанды қаяқтан қосып отырсыңдар ол жерге дейін. Жақсы, ол бір күн істемей қалса? Істемей қалса сен жоқсың. Істемей қалса өлесің ғой енді. Не өлесің, өлдің де сен жоқсың. Жоқсың, дәл жарғылы сұрағы жауап болмайды деп ойлайсың ба? Болады деген нәрсені қаяқтан шығарғандар. Қалай? Болады деген әңгімені қайдан шығарғандарын түсінбеймін. Оны бізге екі дүниенің сардары пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям. Адамзаттың асыл тәжімі. Шұғыла, сен өзің исламды ұстана алатын адамсың ба? Сен оған күмәнің де болмасын, сұрағың да болмасын. Күмәнім бар. Мен саған сұрақ қою үшін деп тұр. Күмәнім бар, өйткені сен Аллахтың әмірін орындап отқан адам емессің ғой. Қалай сонда? Сендер деген шұғыла, сендер деген 21-ші ғасырдың зайырлы еркін қоғамының бүкіл игіліктеріне малынып, еркін қозғалып, еркін жүріп тұрып, білім алып, еркектермен қатар сөйлеп үйреніп, әбден зайырлық тең қоғамның игіліктеріне малынып алып, артынан тар қапастың несін қорғайсыңдар да. Мысалы сен қазір еркін менімен тең сөйлесіп отырсың да, на самом деле сен менімен сөйлесуге хақыңда жоқ екенін білесің ба? Сен Құдай жоқ деп отырған адамсың, ондай болса неге исламның шарттарына жоқ, сен екіжүзділік жасап отырсың. Сен маған дініңді қорғағанша өзің сол дініңді толық ұстанбайсың ба? Саған мысалы бөтен еркекпен сөйлесуге рұқсат па исламда? Рұқсат. Ислам діні былай әйел. Саған жақса рұқсат. Сен ана суретіңді көрдің ба? Сен суретіңде шашыңды жаппағансың, әуреттеріңді көрсетіп қойғансың. Сол рұқсат па саған? Рұқсат, себеп бізде таңдау бар. Қалағанымыз жасауға таңдау бар. Қалағаныңды жасайтын болсаң, сенің Құдайсыздан не айырмаң бар? Бірақ сенім мен ол ішкі қалауды сен бәрібір жоққа шығара алмайсың ғой. Сенгеніңнен түк пайда жоқ. Ертең сенің күйеуің сені ұратын болса, келісесің ба сен? Ислам дінде ол нәрсеге рұқсат жоқ, запрет. Рұқсат бар. Ниса сүресінің 34-ші аятын ашшы қазір. Сен осыдан басқа ештеме айта алмайды екенсің, я всегда осы видео қараймын. Конечно, сен Құрандағы нәрсеге қарсы шығасың ба? Ниса сүресінің 34-ші аятын ашшы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып кеткен, әйелін ұрған еркектің ақыретте қас дұшпаны мен боламын деп. Пайғамбардың сөзі жоғары тұра ма, Аллахтың сөзі жоғары тұра ма? Аллахтың сөзі жоғары тұрады, бірақ пайғамбарымыз Ниса сүресінің 34-ші аятын ашып оқы қазір. Жақсы. Айгерім, Құранды ашып оқып түсіне саласың ба деп ойлайсың ба? Жарайды, ашып оқып түсінбей қойық. Ризабек Батталұлының осы Ниса сүресіне жасаған тәпсірін тыңдайық, давайте. Сол жерде не дейді екен? Ризабек Батталұлының осы жерде, Ризабек Батталұлы былай дейді: ұр деп жалынып тұрған әйелді ұрмай, ақымақсың ба сен дейді. Біреулер айтады андай, месуакпен бүйтіп қолынан түртіп қойдып, ондайға қояды дейсің ба? Ол қамшы ілініп тұратын болған ата-бабаларымызда. Біледі да ана қамшының дәмін деп. Ризабек Батталұлы ұстаздарының уағызы бар, осы аятты тәпсірледі. Ал Ризабек Батталұлы Әлиасқарды бітіріп келген, Нұр Мүбаракта сабақ берген діннің маманы.
Сол сөзі үшін кейін Ризабек Батталұлы кешірім сұраған халықтан. Мен негізі саған сұрақ қою үшін шықтым да, бірақ сен сұраққа жауап бермей жатсың. Мен неге саған жауап бергім керек? Шұғыла, енді күйеуің сені ұрса көнесің ба? Жоқ. Күйеуің сенен рұқсат алмай үстіңнен 2-3 әйел алса көнесің ба? Енді ол жерде нақты айтып тұр да, күйеуіне мойынсұнбаған жағдайда, оған қарсылық танытқан жағдайда деген секілді белгілі бір шарттары бар. Оның шартын күйеуің сонда, сен күйеуіңе көнбесең сені күйеуің ұрса бола ма сонда? Белгілі бір шарттармен сен ұрсақ бола ма? Негізі біз теманы мүлдем басқаша бастадық қой. Не үшін? Жоқ, теманы басқаша. Қалай сен исламды қорғаймын деп маған келесің, айтасың. Сен исламды өзің ұстанып көр, өзің шариғаттың заңымен өмір сүріп көр. Мысалы, сен білесің бе, егер еркек пен әйел куәлік еткен жағдайда, сенің дауысың еркектің жарты дауысына сай екенін білесің бе, мысалы? Шариғат бойынша. Сенің екі әйелдің дауысы, екі әйелдің сөзі бір еркектің сөзіне тең. Сендер жарты ми сияқтысыңдар ғой? Енді, сонымен не айтпақшысың? Жарты ми сияқтысыңдар деп не айтпақшысың? Мен айтып отырмын ғой, шариғат бойынша бір еркектің куәлігіне екі әйелдің куәлігі тең. Екі әйел бір еркекке тең болып тұрады. Сонымен сендер бізден төменсіңдер деп тұрсың да? Жаңағы Ниса сүресінде жазылған, сендер біздер төмен, сен еркектердің әйелдерден жоғары екені Ниса сүресінде анық айтылған. Сендер бізден төмен тұрасыңдар. Ал сен Құдай жоқ деп отырған адам, бұны не үшін айтып отырсың? Сен просто өзің нені қорғап жүргеніңді біл деп айтайын дегенім да? Мен Құдай жоқ екен, Құдайдың бар екендігіне байланысты сұрақтар қойып бастадым, но сен теманы мүлдем қойып. Бар десең, қай Құдайды бар дейтініңді айтып жатсың. Сен беретін Құдай, сен бар деп санайтын Құдай саған сондай талаптар қойған. Жоқ екенін нақты дәлелмен айтшы. Дәлел жоқ екеніне. Жоқ болса неге жоқ деп отырсың? Солай ойлаймыз біз, жоқ деп сенбейміз сендерге себебі. Жақсы, егер Құдай аспанда күн құса көрініп жарқырап тұратын болса ше? Құдай аспанда жарқырап тұратын болса, ол уже білім болады, ол бәрі бар екенін білетін болады. Окей, дәл осы тұста Мұса пайғамбар Құдайдың түрін көргісі келіп оған дұға етеді. Сол кезде Мұса пайғамбар Құдайдың кішкентай түйір нұрын көргеннің өзінде талып қалып, бір апта бойы есін жия алмаған, яғни жер бетіндегі бірде бір адам. Мұса пайғамбар ол жерде сен діннің вариантымен романтизация жасасаң, ол жерде бір вариант. Мүмкін Мұса пайғамбар деген адам просто күннің астында отырып, соның ішіне удар алып, талып қалып, ұйықтап қалған шығар. Содан кейін шықты да, сонда история айта салған шығар, қаяқтан білесің. Ол история ма басқа ма, оны дәл қазіргі адамдар нақты мынандай деп айтып бере алмайды, бірақ бізге шұғыла қарашы. Шұғыла, сен ислам дінін қорғайсың, ислам дінін романтизировать етесің. Бірақ сен исламда сендерге қандай талаптар қойып, сол исламның шариғатымен өмір сүре алатын ба едің қоғамда? Әлбетте. Иә, әлбетте. Ауғанстанның әйелдері сияқты болуға дайынсың ба? Сен әдемі ана суретіңе қарасам, әдемі бір неде отсың, кітапханада бірдеңеде. Үйде қамалып отырасыңдар, сосын іс жерде ешқандай жұмыс істемейсіңдер. Исламда олай әйелдерге толықтай запрет қойып тастаған жоқ. Жүруге, тұруға рұқсат. Дәл қазір уақытта мен күйеуге тұрмыста емеспін, күйеуімнің айтқанынан шықпай үйде отыру керек болатындай. Шариғат заңдарымен өмір сүретін елдерден қарай салмайсыңдар ма? Ауғанстанды қара, Иранды қара, Сауд Арабиясын қара, әйелдері кайфовать етіп жүр ме? Солардың өмірі керек па сендерге, сондай өмір? Бізде ислам дінінде дәл сол елдер секілді қорқынышты етіп көрсетіңдер демеген. Бізде ислам дінде қорқытпадыңдар. Нәпсіңе жақпаған соң солай айтып жатсың, ол жеңілдетіңдер екен деп сендерге нәпсілерінің қалаған дүниесін істете беретін дін емес ол. Сен олай өзің ұстанбайтын дінге байланысты артық нәрсе етпесе ондай болса. Артық нәрсе емес, сен ұстанса, сен ұстанады екенсің, до конца ұстан давай. Мен алдағы уақытта бұйырса ұстанам. Москвада бір күнде салынып кеткен жоқ қой, ақырындап келеміз. Алдағы уақыт деген, сен деген 9 жасында балиғатқа толып кеткенсің, неғып жүрсің әлі күнге дейін? Қайда? Балиғатқа толғаннан кейін саған сразу парыз болады барлығы. Әлі күнге қанша жасқа келдің мысалы қазір? Сен хиджабқа байланысты айтып тұрсың ба?
хиджабпен қосып бүкіл исламның талаптары сенің мойныңа ілінеді. Сен Мен қалай оны жасап жүрген шығармын, сен көріп тұрған жоқсың ғой жаным ау. көріп тұрмын ғой, сен суретіңде оранып отқан ештеңең жоқ қой. Сен хиджабқа келіп тіреле берме, хиджабқа Алла бұйыртса Жоқ, бір күн хиджаб келемін. емес, сенің бөтен еркекпен сөйлесіп отқанның өзі дұрыс дүние емес мысалы. Жақсы, одан басқа тағы қандай аргумент айтасың? Намаз дейсің, намазда барын, Жаңа сен намаз оқып жүрсің. еркек сен ұрса бола ма дедің, жоқ келіспеймін деп отырсың. Немене келіспейсің сен? Ол жерде шектен шығып бара жатқан жағдайларда белгілі бір шарттар бойынша емес. Айналып демек, кетіп төмпеші бар көрдің ба? Дұрыс. емес бұл жерде. Дұрыс, сені ұруға болады, просто условиялары бар деп тұрсың ғой сонда. Иә. Вот, молодец. Мен келіспеймін мысалы, ешқандай жағдайда әйелді ұруға болмайды мысалы. Бірақ енді қара, Әйел исламның мал емес заңдары мен Қазақстан Конституциясының заңдарына ортақ. Осыған қарай жұмыс жасау керек. Айналып келіп, Оған бір ортақ жүре алмайсың. Мысалы, біздің неке және отбасы туралы кодекс бойынша екі әйел бір адам бір ғана некеге тұра алады. Бізде 3-4 әйелге рұқсат жоқ. Білемін, рұқсат жоқ. Олай болса, сол мемлекеттің заңы бойынша жүру керек болады. Не? Адамның заңы жоғары ма, Аллахтың заңы жоғары ма? Аллахтың заңы жоғары екенін барлығы мойындайды, бірақ енді мемлекет қарсы болып тұрған нәрсеге уже сен қарсы шыға алмайсың ғой. Рахат өмір сүріңдер, мысалы қара шұғыла. Саған осындай зайырлы қоғам саған бүкіл мүмкіндіктер мен еркіндіктер беріп тұр да. Қай жаққа қарай қашып жатқандарын түсінбейсің ба? Сен просто Құдайдың жоқ екенін дәлелдеп бере алмайтын адамсың да. Құдайдың жоқ екенін саған дәлелдеу керек емес, сен оны нәрсені түсінесің бір күні. Құдайдың бар екенін мен сезініп те түсініп те қойған адамның жоқ екенін түсінбей ақ қояйын. Конечно, сезініп те түсін. Романтикаға тойып алғансыңдар, сезінбегенде қайда барасыңдар? Романтикаға екенін қаяқтан білесің сен? Адамзаттың асыл тәжі деп 13 әйел алған. Сен білесің бе, өзінің асырап алған баласының әйелі келінін әйелдікке алғанын 9-шы әйел етіп? Осынша нақты дәлелсіз айта бересіңдер да. Бұл әшейін сен сияқты атеист біреудің шығара салған шығар. Иә, Құранды ашасың, Асхаб сүресінің 37-ші аятын ашасың. Зейнеп пен Жақшпен Заид Харистың әңгімесі. Ол 9 жасында алды итті деп, 9 жасында енді жаңа өзің айттың ғой, балиғатқа толады деп қыз баласы. Қызыңды бересің ба? 9 жастағы қызыңды 53 жастағы еркекке әйелдікке бересің ба? Пайғамбардай жігіт болып тұрса неге бермеске? 9 жастағы 4-ші класстағы қызыңды бір 53 жастағы еркекке әйелдікке бересің ба сонда? Сен ше, шие қуып кетпе шайнағай. Соншалықты қызыңа жаның ашымайтын қандай анасың сен онда? Мен әлі тұрмыс құрмағам, сол жерде мен бұл нәрсеге дәл қазір жауап бере алмаймын. Жоқ, сен пайғамбардай болса қанекей деп отырсың ғой, қалай сен олай айта аласың, мен таңғаламын. Пайғамбардың уақыты одан зорғы біреу болатын болса, енді тоқта, пайғамбардай адам жоқ қой енді. Жоқ болса бере алмаймыз, значит. Пайғамбар өзім пайғамбармын деп айтқан адам да ол. Сен оны қалай дәлелдеп бере аласың өзі айтқанын? Өзінен басқа кім айтыпты оны пайғамбар деп? Қасындағы бүкіл сахабалар да мойындады ғой оны. Иә, олар қашан мойындаған, өзі айтқан соң ба? Жақсы, дәл қазіргі уақытта кемінде 2 миллиард адам оны пайғамбар деп көреді, және де ислам дінін ұстанады. Соның бәрі ақымақ па саған? Шұғыла, егер тура сен сияқты 50 жасар еркекке 9 жасар қызымды берем дейтіндер бар болатын болса, олар ақымақ деп ойлаймын. Қара, енді мен жаңа айттым, дәл пайғамбардай болса, бірақ дәл қазір пайғамбар тұрмақты одан зорғы болатын болса да бар ғой, пайғамбарды одан зорғы болатын болса да. Пайғамбардай адам жоқ, значит менде бермеймін деген сөз ғой. Пайғамбар келсе беруші едің. Иә. Молодец, құтты болсын. Дальше не дейсің? Ол ма? Аргументің бітті ме? Иә, сен қазір мына жерде просто для спора ғана айтып отырсың ғой, артынан шыққан соң ойлан айтқан сөздеріңді, не айтқанын. Қазірдің өзінде ойланып жауап беріп тұрмын. Жоқ, қазір ойланып отқан жоқсың. Сен қазір просто для спора ұтылмайын, қайтпайын деген әңгімемен айта салдың ғой. Мына эфирдің записі шығады, сол кезде тыңдап көр не айтқаныңды. Мен де записке басып тұрмын ойымдама. Иә, эфирдің записі шығады, сол кезде шұғыла деген саған қоғам не айтатынын көресің сол кезде. Ай, сен де қатырасың да.
Давайте, все, болды, ағайын. Эфирдің записін шығарамыз, сол кезде ары қарай көресіздер енді.